Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман қауым. Арқалық қаласындағы облыстық номер 2 әмбебап ғылыми кітапханасының ақпараттық библиографиялық қамтамасыз ету бөлімі 2026 жылға берілген атаулы күндер күнтізбесіндегі өз өлкеңді өзгеден бұрын таны атты ақпан айындағы мерейтойларға онлайн шолуды назарларыңызға ұсынады. Ұзақ жылдар табысты еңбек еткен Қазақстанның еңбек сіңірген фармацевті, Торғай өңіріндегі алғашқы жоғары білімді медициналық мамандардың бірі Сыздықова Зұлқия 1936 жылы 25 ақпанда Жангелдин ауданында дүниеге келген. 1960 жылы Алматы мемлекеттік медициналық институтын тәмамдап, жоғары білімді дәрігер фармацевт мамандығын иеленді. Еңбек жолын Торғай кентіндегі нөмірі 7 дәріханада бастап, қазбек қызметінің барлығын осы мекемеде үздіксіз атқарды. Баймағамбетова Бағила Бірмағамбетқызы 1951 жылы 10 ақпанда Қостанай облысы Амангелді ауданы Амангелді ауылында дүниеге келген. 1972 жылы Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтын француз тілі мұғалімі мамандығы бойынша тәмамдады. Еңбек жолы 1972 жылы Жидіқара қаласындағы орта мектепте мұғалім болып бастады. 1975-1979 жылдары Қазақстан Лениндік коммунистік жастар одағы Жітіқара қалалық комитетінде хатшы, нұсқаушы, бөлім меңгеруші қызметтерін атқарды. Биыл зіл көтерілген Қазақстанның алды дүркін чемпионы, КСРО-ның спорт шебері Гайдар Саржановтың туғанына 70 жыл толып отыр. Оның заңғар атлет деуге толық негіз бар. Гайдар Саржанов Торғай облысы Арқалық ауданына қарасты Қайынды-Қой совхозында дүниеге келген. Бала кезінен спортқа бейім болып, ауыр тіршілігіндегі ауыр темірлерді көтеріп жүріп шынықты. Осы қажырлы еңбек оны зіл темір спорты арқылы одақтық деңгейге көтерді. Туа біткен күші мен табандылығының арқасында ол 6 рет республика чемпионы атанып, КСРО-ның спорт шебері атағына ие болды. Ол кезде бұл атақ әлем чемпионы дәрежесімен пара-пар сыналды. Бүгінде Арқалық қаласында Гайдар Саржановтың есімін ұлықтауға арналған ауыр атлетика республикалық турнир дәстүрлі түрде өтіп келеді. Биыл бұл жарыс 3-ші рет марқұм спортшының туған-туыстарының ұйымдастыруымен өткізілді. Михаил Прокофьевич Демченко алғашқы кен қабатын ашқанына 65 жыл. Михаил Прокофьевич Демченко Арқалық қаласының қалыптасуына зор үлес қосқан еңбек ардагері, социалистік еңбек ері. Ол 1927 жылы Қарағанды облысындағы Будни атындағы колхозда дүниеге келген. 16 жасында экскаватор машинисі мамандығын иегеріп, бүкіл еңбек жолы осы салаға арнады. Арқалық қаласына 1960 жылы келіп, 1961 жылы Тобыру кенішінде алғашқы кен көмішін көтерді. 1963 жылдан бастап Кеніш Павлодар алюминий зауытына кен бере бастады. Биыл Торғай облыстық радионың құрылғанына 55 жыл толып отыр. Торғай облыстық халық депутаттары кеңесінің атқару комитетінің теледар және радио хабар тарату жөніндегі комитеті Қазақ КСР министр кеңесінің 1970 жылғы 24 қарашадағы қаулысына сәйкес құрылды. Бұл орган облыстық аумағындағы теледар мен радио хабар тарату саласының ұйымдастыруға, үйлестіруге және басқаруға уәкілетті болды. Алғашқында мекеме радио хабар тарату және теледар жөніндегі басқарма ретінде жұмысын бастап, 1971 жылы ол Торғай облыстық еңбекшілер депутаттары кеңесінің атқару комитетінің теледар және радио хабар тарату жөніндегі басқармасы болып қайта құрылды. Құрметті оқырман қауым, ақпан айындағы мерейтойлар жайлы толық мағлұматтарды, өздеріңізге қажетті мәліметтері біздің кітапханамыздан ала аласыздар. Назарларыңызға рахмет.